Сәлеметсіздер ме самый мамандары, сіздерді тағы да көргеніме қуаныштымын. Өткендегі сабақта біз Инстаграмға постты қалай дұрыс салу керектігін айтқан болсақ, бүгінгі сабақта пост форматында, сторис форматында дизайн жасау, яғни обложка жасау жайлы айтатын боламыз. Негізінен обложка жасайтын өте көптеген программалар бар. Оның ішінде бізге ең қолайлы, ең оңай болатын Canva программасы. Canva'ны ноутбук арқылы да, телефон арқылы да қолдана беруге болады. Және де Canva'ның бір ерекшелігі облачное хранилище. Яғни телефонмен қолдансаңыз да, ноутбукпен қолдансаңыз да, сіздің жасаған дизайндарыңыз екі жақта да сақталады. Бұл программа оңай болып көрінгенмен өзінің артықшылықтары мен ерекшеліктері бар. Дәл қазір мен сіздерге Canva'ның толық интерфейсімен таныстырып, соңында бәріміз бірге мысал ретінде обложка жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Мүмкіндігі өте көп. Canva программасына кірдік. Мен қазір dostық05gmail.com дейтін ақылы түрдегі Canva аккаунтпен жұмыс істейін деп жатырмын. Ақылы түрдегі Canva'ның ерекшелігімен сабақ барысында таныстырып өтетін боламын. Және сабақтың соңында сіздерге ақылы Canva аккаунтының логин және парольмен бөлісемін. Сол себепті осы сабақты соңына дейін қараңыздар. SMM мамандары өздері салатын посттардың көбісін обложкасы салып жатады. Бұл жалпы парақшаның идентикасын бұзады. Сіз осы Canva арқылы идентикаға сай обложкалар жасай аласыз. Біз соны бүгінгі сабақта көрсетеміз. Canva уақытты үнемдеп, дизайндарды тез жасауға мүмкіндік беретін программа. Оңай әрі түсінікті болып көрінгенмен, сіз білмейтін өзінің бір қызықты фишкалар бар. Мүмкін білетін де шығарсыз. Сізге осы сабақта барлығын айтамын. Енді ең бірінші біз Canva'ның интерфейсімен танысайық. Бұл жерде сіздің соңғы жасаған дизайндарыңыз неше түрлі шаблондар болсын. Оның ішінде Instagramға, YouTubeға, Facebookқа арналған шаблондар өте көп. Мен сіздерге тағы да бір рет ескертейін. Сіз телефонмен әлде болмаса ноутбук арқылы жасасаңыз да бұл ешқандай айырмашылық бермейді. Барлығы бірдей. Тек кейбір кішкене өзгерістер болуы мүмкін, бірақ сіздерге барлығы түсінікті болады. Маған Canva'ның ең ұнайтыны бұл облачное хранилище дейді. Білетінде шығарсыз. Сіз ноутбукпен жасаған дизайныңызды қалаған уақытта телефонмен өзгерте аласыз. Мысалы, бір элемент дұрыс болмаса, тексттан қате кетсе, телефон арқылы қай жерде болсын өзгерте саласыз. Және ол Canva'да бірден сақталады. Міне, последний дизайн деп тұр. Осы жерден өзгерте бересіз. Дизайн жасауды бастау үшін, енді создать дизайн дегенді басайық. Осы жерге Instagram деп жазамыз. Бізге не керек? Біз қазір постқа обложка жасайтын боламыз. 1080-де 1080. Осыны таңдаймыз. Міне бізде ақ фон шықты. Енді сол жақта тұрған осындай инструменттермен танысайық. Ең бірінші шаблоны. Осы жерден дизайнға фон немесе идея іздесеңіздер болады. Мен көбінесе Instagramға сторис салу кезінде осы жерден идеялар алады. Өте сәнді де, қызықты дизайндар өте көп. Енді келесі элементі. Бұның пайдасы өте мол. Оны кейін қазір сабақ барысында көретін боласыздар. Мысалы, линия, фигуры деген дүниелер. Дизайнда бұл ең бір қажетті элементтердің бірі. Дизайнды жалпы фигурасыз, линияларсыз елестету мүмкін емес. Тағы да бір қызықты құрал бұл рамки деген. Суретті осы рамкаға салып әдемілесеңіздер болады. Келесі загрузки. Біздің дизайнға қойған фото немесе лого суреттері осында сақталады. Кез келген уақытта осы жерден алып қоя бере аласыздар. Мына жерге мен өзімнің мысалы достықтың логосы, Edukонның логосы, қандай да бір оқушылардың суреттерін осы жерге сақтап қоясыздар. Және де дизайнға осы қоя берсеңіздер болады. Бұл өте ыңғайлы деп айтсақ та болады. Енді тексті бұл айтпаса да түсінікті деп ойлаймын. Тексті осы жерден алып дизайнға қоса аласыздар. Енді кезек фото, стилі, видео дегенге уақыт жоғалтпай қояйық. Қазірше біздің дизайн жасауымызға бұл қажет емес. Instagram. Бұл жерге өздеріңіз жүргізетін инста парақшаларыңыздың аккаунтын тіркесеңіздер болады. Лентадағы барлық посттардың обложкасы осы жерде көрінеді. Осында қойып, соған сәйкес келетін обложка жасай аласыздар. Мысалы, мен достықбілім.kz аккаунтының Instagram аккаунтын осы жерге қойдым. Посттардың барлық обложкалары осы жақта көрінеді. Яғни осыған ұқсайтын посттар жасай аламыз.
Мен қазір дәл солай істеп көретін боламын. Загрузкаға өтіп, өзімнің сақтап қойған обложкамды Canva-ға енгіземін. Бұл дизайнды негізі арнайы дизайнер жасап берді бізге, өзінің профессиональный программасымен, Canva-мен емес. Біз қазір дәл осы дизайнды Canva-мен қайталап жасап көретін боламыз. Яғни ешқандай да Figma-мен емес, Illustrator-мен емес, Photoshop-пен емес, өзіміздің қарапайым Canva-мен жасаймыз. Енді ең бірінші бізге қажет ол артқы фон. Яғни фонды қосу үшін біз осы жерден алып қоса саламыз. Сіздер олай істемейсіздер. Біз сіздерге арнайы осы Инстаграмда қолданылатын фондардың барлығын жинап қойдық файлға салып. Сіздер оларды алу үшін төмендегі сілтемені басып описанияға кіресіздер, сілтемені басасыздар, сол жерден осы фондарды ала аласыз. Бұл фондар негізінен біздің Инстаграм посттарда өте жиі кездеседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі ұқсас осыған сай фондар біздің Инстаграмда бар. Енді осыны сәйкестендіріп біз өзіміздің ақ парағымызға қоямыз. Міне дайын. Ендігі кезек текст қою. Алматы наш деген үлкен әріппен тұрған текстті қою үшін добавить подзаголовок. Осы жерге өзімізге керекті текстті жазамыз. Міне Алматы, сосын наш. Міне жазып қойдық. Енді осыны выделить етіп, выравнивание істейміз. Көріп тұрғанымыздай өзгерді. Енді оны үлкейтіп, дәлме-дәл өзімізге керекті жерге қою керек. Және де құрметті SMM мамандары оны төменге емес, жанға емес, барынша көзге көрінетіндей қылып жоғары жаққа қойсақ, өйткені қарап отырған адамның көзі осы жерді көру ыңғайлы, яғни ең жақсысы осы деп айтсақ та болады. Енді осыны выделить етіп, бізге шрифт таңдау керек. Өзіміз көріп отырғандай Canva программасында өте көп деген шрифттер бар, бірақ өкінішке орай көбісі қазақ тілін қолдамайды. Сол себепті біз өзіміздің посттарда қолданатын шрифтті осы Canva-ның ішіне енгізетін боламыз. Ол үшін добавьте корпоративный шрифты, фирменный стиль дегенді басамыз. Бұны басу үшін бізге Canva-ның ақылы түрі керек. Өкінішке орай тегін түрлерде бұл нәрсе істелінбейді. Жаңа басында айтқанымыздай, біз сіздерге Canva аккаунтының логин және паролін беретін боламыз. Біз басайық. Міне бастық. Ендігі кезек загрузить шрифт. Басып, осы өзіміздің шрифттерімізді осы Canva-ға енгіземіз. Да, загрузить. Бұл телефонда да дәл осылай. Телефонда сақтап, Canva-ға кіріп, осы шрифттерді Canva-ға енгізсеңіздер болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, менде бұдан да басқа әртүрлі шрифттер бар. Оларды кез келген уақытта өшіріп, кез келген уақытта қайтып қоссақ болады. Енді бастайық. Міне осыны выделить етеміз. Сосын жаңағы қойған шрифтімізге ауыстырамыз. Ауыстырып болғаннан кейін біздің жоғарыдағы исходный дизайнмен салыстырып, дәлме-дәл қоюға тырысамыз. Енді қатты ұқсас болуы міндет емес, барынша бізге қажеттілігі сіздерге түсінікті болуы. Қойдық, міне жалпы осындай болып көрінеді. Біз енді наш дегенде көріп тұрғанымыздай көк, сосын қызыл цвет бар. Осы цветтерді қоюымыз керек. Мына жерде былай алыстатамыз. Сосын палитраны таңдап, добавление нового цвета, и мына жерде выбор из дизайна дегенді басып, өзімізге керекті түсті таңдаймыз. Міне көк түс ендігі кезек қызыл түсте. Осылай выделить етіп, добавьте нового цвета, выберите цвет из дизайна дегенді басып, осы жерден қызыл түсімізді енгіземіз. Көріп тұрғанымыздай барлығы әдемі. Осылай біз өзімізге қажетті түсті алдық. Ендігі кезек оқушының суретін қою бізге. Оқушының суретін қою үшін біз загрузкаға өтіп, загрузить из медиа дегенді басамыз. Осыны басу арқылы бізге қажетті суретті таңдау керек. Мысалы, мен сақтап қойғам, открыть дегенді басып, осы загрузкаға қазір енгізетін болам. Бұл жердің ең кереметтілігі барлық фотосуреттер, дизайнға қажетті логоларды барлығын осы жерге сақтап қойсаңыздар болады. Кеңес беремін, өйткені қолайлы, кез келген уақытта алып қойып,
кейбір дизайндарда оны рабочий столдан алып келіп осылайға қойып отыру керек болады, ал Canva'да өте ыңғайлы, барлығын өзі сақтап қояды. Сіздерге қолайлы болсын деген ниеттес осылай көрсетіп отырмын. Енді біз көріп отырғанымыздай суретіміз қойылды. Енді осы суреттің артқы жағындағы керек емес фонды алу керек. Ол үшін осы суретті басып редактировать удаление фона дегенді басамыз. Көріп отырғанымыздай қазір біздің көз алдымызда артқы жағындағы фон жоқ болады. Міне көріп отырғанымыздай оқушының артқы жағындағы фон өшті. Применить. Осы жерден үлкейтіп дизайнымызға сай қылып келтіреміз размерін. Міне мен барынша ұқсатып қоюға тырыстым оқушының суретін. Енді кезек суретіміздің артқы жағына қою керек. Ол үшін шрифтті басамыз, сосын 3 точка, расположение, назад. Міне көріп тұрғанымыздай Алматы дегендегі әрпі оқушының артқы жағына кеткен. Бізде де дәл осылай істедік. Енді кезек оқушының жалпы өңдеу суретін. Ол үшін редактировать дегенге кіріп посмотреть все, яркостьті қосуға болады, немесе алып тастап контрастты дұрыстауға болады, немесе насыщенность. Жалпы ұқсатуға енді міндетті емеспіз, барынша сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Бұны негізі кез келген фотоға қолдансаңыздар болады. Кейбір фотолар дұрыс түсірілмесе, қандай да бір жарық болмаса, осы жерден таңдап барлығын қоса аласыздар. Размытие деген осылап суретті блюр қояды деген сияқты нәрселер бар. Енді кросс процесс сіздерге қазір көрсетем қандай нәтиже шығатынын. Біз енді осылай жалпы жасап қояйық әзірше. Енді ана жоғарыдағы дизайнға ұқсау деген жалпы міндет жоқ. Біз өзімізге керекті дизайнды жасап, яғни идентикаға сай дизайнды жасап шығаруға тырысамыз. Осы Canva арқылы. Енді бізге керегі Бахадиров Мұстафа деген есімін қою. Ол үшін біз элементіға кіріп, линии, фигуры, показать все. Сосын өзімізге керекті фигураны таңдап аламыз. Мына жерде көріп тұрғанымыздай осындай фигура бар. Енді бұл фигура осыған ұқсас келеді. Осы жерге қойып дәлме-дәл ұқсатуға тырысамыз. Бұл жерде кішкене бұлай бұрылып тұр. Осылай келтіріп, осында есімін жазатын боламыз. Оның түсі ақ түсті. Ақ түске ауыстырамыз. Және де оқушының артқы жағына қоямыз. Назадты бастым. Осылайша көріп тұрғанымыздай осы фигурамыз оқушының артқы жағына кетті. Енді Бахадиров Мұстафа деген текстті жазу керек. Жаңағыдай кіріп, давай подзаголовок, осы жерге керекті текстімізді жазамыз. Міне біз керекті текстімізді жаздық. Енді шрифтін өзгерту керек. Шрифті осындай. Жазғаннан кейін выравнивание істейміз. Бұны ұмытпау керек. Өйткені жоғарыдағы дизайнда дәл солай тұр. Контурға жақындатып түзейміз. Міне біз жалпы соған ұқсап жасап көруге тырысып жатырмыз. Енді қатты 100%-ға ұқсау деген міндет жоқ. Бұны ұмытпайық. Ой, кішкене бір нәрсе болып қалды. Енді көк цветке ауыстырамыз. Міне көріп тұрғанымыздай Бахадиров Мұстафа деп біз ұқсатып жазуға тырыстық. Енді кезек бізге осы төмендегі элементтерді қою. Міне кубокты көріп тұрсыздар. Осы исходный дизайнда осы кубокты қалай қою керектігін айтайын. Интернетке кубок деп жазасыз, қандай да бір элемент болсын қажет болған, немесе элементі арқылы кіріп, Canva'ның өзінің қоятын нелері бар. Негізі графикаға өтесіздер, сосын қажетті қандай да бір элементті жазасыздар. Мысалы кубок болсын, бұл жерде көбінесе ақылы версияға арналған. Сіздер бұны ала аласыздар.
Мен бірақ бұл жерден өзіме керекті кубокты таппағандықтан интернетке жазуға тура келді. Интернеттен тауып мен осы жерге қазір қоямын. Міне осыны интернеттен алдым. Интернеттен алып, бұған дәл ұқсас келу үшін сол себепті осы кубокты таңдаған болатынмын. Міне көріп тұрғанымыздай артқы жағындағы фондағы кубоктардың бір разметі бар сияқты. Оны қалай қою керектігін мен сіздерге қазір айтамын. Кубокты басамыз, сосын редактироватке өтеміз, посмотреть все, сосын осы жерде бізге қажетті размытие деген тұрады. Осы размытияны былай жоғары қойып, міне көріп тұрғанымыздай размытие болып жатыр, и осылай дизайнымызға қойсақ болады. Тағы да қазір кішкене қосу керек сияқты. Ұқсау үшін міне біз қойдық. Жалпы осы енді кубогымыздың ұқсатып артқы жаққа қойып көрейік. Расположение назад. Міне артқы жаққа қойдым мына жерде. Осылай дұрыстайын. Өйткені ана жақта көрінбеген кейбір жерлері. Осылай қойып, назадты басамын да оқушының арт жағына қоямын. Ал бұл жерде бас жағымды тұр екен. Міне қойдым. Енді кезек басқа да кубоктарды сіздерге уақыттарыңызды үнемдеу үшін осы жерде тез болсын. Міне көріп тұрғанымыздай мен осылай кубоктарды қойдым. Енді бізге физмат бірінші орын Алматы қаласы бойынша деген элементтерді қою керек. Жаңағыдай элементіға кіреміз, линии, фигуры показать все. Сосын өзімізге керекті фигураны таңдаймыз. Жаңағы таңдаған фигурамызға ұқсас ақ түсті фонды өзгертуге ұмытпаймыз. Осы жерге енді фонды қоямыз. Фонды қойдық. Енді артында көріп тұрғанымыздай бұл жерде саусақ алға шыққан екен. Енді оған қатты ұқсас келтіру міндет емес. Біз өзіміз осы Canva арқылы жасай берсек болады. Бұл қатты бір өзгешелігі келмейді. Сол себепті біз оған тоқталмай-ақ қояйық. Енді мен келтірдім. Ендігі кезек маған осы жерге өзіме қажетті текстті жазу. Текстке өтіп, осы жерге бірінші орын деп жазамын. Және де құрметті сән мамандары, 3 нүктені басып, осы жақтан үлкен көріп тұрсыздар ғой, әріптер өте үлкен болып тұр. Мына жердегі прописанные буквы дегенді басып, осылай үлкен қылып аламыз. Яғни бұл уақытты үнемдейді. Сіздерге де айтып қояйын. Бұл да бір фишка Canva-ның. Үлкейтеміз. Түсті боядық. Енді бізге керегі Алматы қаласы бойынша деген сөзді қою керекпіз. Ол үшін біз осыны копировать етіп, ставить етіп, осы жерге Алматы қаласы бойынша деген жазамыз. Алматы қаласы бойынша. Міне жаздық. Енді осының барлығын выделить етіп, Ctrl-A қайтып өзгерту керек. Жаңа үлкен әріпке қойып қойдық қой. Мынаны өшіріп, қайтып кішірейтсек болады әріптерін. Енді бұлай дұрыстаймыз. И жаңағы дизайндағыдай қалыпқа келді. Үлкейтеміз кішкене, сәйкес болу үшін. Сәйкес болды, я. Енді көк түске өзгерту керек. Көк түске өзгерттік. Енді жоғарыда көріп тұрғанымызда физмат деген жазу бар. Ол үшін дәл жаңағыда элементіге өтіп, фигурамызды қоямыз. Бұны кішірейтеміз. Ана дизайнда өткені кіші болып тұр. Сол үшін біз кішкене кішірейтіп қоямыз осы жерге. Физмат дегенді қоямыз қазір мына жерге. Барлығын сәйкестендіріп, дұрыстап, көзге ыңғайлы болу үшін жақсы қылып жасауға тырысамыз. Мына жерде түсті көріп тұрмыз, қызыл түс, фонды осындай
қызыл түске бояймыз. Енді текст жазып физмат дегенді жазамыз. Физмат әріп дұрыс болды. Ақ түске бояймыз. Міне осы жерге қоямыз физмат дегенді. Міне көріп отырғанымыздай біздің дизайн кішкене ұқсады. Яғни басындағы осы басқа бір профессиональный программамен жасаған дизайнымызды өзіміз қолдан жасап, енді кезек осы жерде кубок тұр екен. Біз кубокты қояйық. Ол үшін элемент загрузкаға өтіп, сақтап қойған кубогымызды бұлай әдемі қылып қоятын боламыз. Физмат деген жазудың қасына. Міне. Осылай біз жалпы жоғарыдағы дизайнға ұқсатуға тырыстық. Және де бұл жерде көріп тұрғанымыздай достық білім беру орталығының логотипі тұр. Бізге осы жерге логотип қою үшін загрузкаға өтеміз. Сосын осы төменде көріп тұрғанымыздай менде достық білім беру орталығының логотипі бар. Яғни полный версиясы, ал мұнда тек бір бөлігі тұр, яғни кітап түрі. Бұны біз былай өзгертіп, тек кітап түрін аламыз. Осылай осы жерге қоямыз, қажетті болған жерге. Міне көріп тұрғанымыздай біз логоны қойдық, бірақ түсі келмей тұр. Ол үшін осы логоны басып, редактировать, фотогенить деген бар. Сосын посмотреть все. Сосын осы жерде ең соңында color pop дегеннің ішінде осындай сары түсті түс бар. Енді осыған өзгертеміз. Бірінші применитті басамыз. Содан кейін барып тағы да редактировать басып, смещение цветов деген бар. Посмотреть все. Сосын осы жерден өзімізге қажетті түсті таңдаймыз. Бұл түсті көріп тұрғанымыздай осы жерді басып, қайталайын. Бұл түсті таңдаймыз, сосын осыны басамыз. Сосын осы жақтан түстің жалпы оттенкісін өзгертуге болады. Түстерді таңдап, мен уақыт жоғалтпай-ақ қойын оған. Жалпы осылай біз өзімізге қажетті логоның цветін қойып, дәлме-дәл келтіруге тырыстық. Міне көріп отырғанымыздай біздің дизайнымыз жасалынды. Сіздердің көз алдарыңызда кішкене өзгешеліктер болса да, жалпы дизайнның форматы дәл осыған сәйкес. Тек өзгешеліктерден оқушының суреті, яғни өңделуі жағынан болмаса, қалғандарынан ешқандай да бір қатты үлкен өзгеріс жоқ. Міне осылайша біз сіздердің алдарыңызда Canva арқылы обложка жасадық. Енді осы обложканы сақтауды айтайын сіздерге, қалай сақтау керектігін. Мынаны өшіре тұрамыз әзірше. Поделицаны басамыз, сосын скачать, өзімізге қажетті форматты таңдаймыз. Көбінесе JPEG форматында сақтауға кеңес беремін, өйткені бұл қатты размер алмайды сіздер үшін. Скачать, сосын біздің дизайнымыз міне осылайша сақталды. Телефонда оп-оңай дәл осылай, ол бірден фотоға сақталатын болады, ал ноутбукта таңдау керек. Мен рабочий столға дизайн деп сақтап қоямын. Міне көріп отырғандарыңыздай біз дизайнымызды аяқтадық. Жалпы ұқсатып жасап көруге тырыстық. Сіздерде осылай қандай да бір видео болсын, пост болсын, осы Canva арқылы жасап көре аласыздар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Және де тағы да сіздерден сұрайтыным, қандай да бір видео салған кезде обложкамен салуға тырысайық. Инстаграмда қарап отырған адам ең бірінші жалпы Инстаграмдағы посттардың қойылу орны, обложкасы, материалдың сапалығы соған мән береді. Сол үшін де осы обложкамен дизайн жасауды әрқашан үйреніп біліп жүрейік. Бұдан да көптеген сабақтарымыз бар. YouTube-дан қарасаңыздар да болады. Canva-ға байланысты сіздерге кеңес берем. Бірақ қазақ тілінде сіздерге осылай біздің достық идентикасына сәйкес айтып көрсетуге тырыстым. Және сіздерге керегі Canva аккаунтынан бұл логин және парольдар. Сіздерге айтуға ұмытып кеткен бір деталь бар. Бұл текстқа қатысты. Кейбір кездері обложканың немесе бір фотоның
текст қоя алмайтын бір деңгейде болады сурет, көрінбей қалып жатады. Ол үшін біз эффектіға кіріп, тень арқылы немесе парение, контур арқылы текстті көрінетіндей қылып жасасақ болады. Мысалы тенге өтіп, түсін өзгертеміз, сосын прозрачностьті қосамыз. Көріп тұрғандарымыздай, осындай артқы жағында көлеңке пайда болды, тень, оны төмендетсек болады, әлде болмаса жоғарылатсақ болады. Өзінің көмегін көп тигізеді бұл нәрсе, әзірше бізге бұл нәрсе керек емес, және де тағы да қажет болатын бұл отменить, повторить деген жоғарыда тұрған мына жердегі стрелкалар, бұл телефонда да бар. Егер сіздерде дизайнда қате кеткен болса, немесе қате кеткен нәрсеңізді өшіру керек болып жатса, осылай өзгертсеңіздер болады, әлде болмаса қайталасаңыздар болады. Бұл барлығы сақталып отырады мына жерде, изменение сохранены деп. Сол себепті уайымдамаңыздар. Canva сіздер үшін барлығын өзі жасап отырады, тек сіздерден керегі дизайнды жасап отыру. Мінекей сіздерге Canva-ны толықтай түсіндіріп, мысалға обложка жасап үйрендік. Canva-дан басқа өте көптеген креативті дизайндар жасайтын программалар бар. Солармен жасап, өзіңіз қалағандай әдемі туындылар жасап шығарсаңыздар болады. Мына видеоны басып, келесі сабаққа өте аласыз. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Сау болыңыздар.